Мектеп дегенде жеңе алғысы келетін үш сөз. Сабақ. Көп ұрсатын апайлар. Тағы. Достарым. Балалық шақ, достарым. Осы сөздер ғой. Мектеп дегенде менің бірінші ойыма келетін бұл ұстаздарым. Екінші кезеңде достарым. Үшінші кезеңде үйім, екінші үйім деген есім келеді. Сабақтан қашып кету, столовыйда, асханада сабаққа кірмей балдармен тамақ жеп отыру. Содан кейін параллель класстармен, кіші класстармен біргелесіп футбол ойнау. Қызық кезде көп қой. 15 год, 20 мая, походу. Но тогда я впервые влюбился в одну девушку. Вот этот день я никогда не забуду. Самый смешной момент это тогда, когда я с ним познакомился. Я на его лице смотрю такой, как можно быть? У него характер, внешность, все похоже на меня. И я на него себя вижу. Это был самый смешной момент. Наверное, день, в который я хотела бы вернуться, это дни, проведенные с моими друзьями. Самая мудрая мысль, которая меня посетила, это была мысль о том, что никогда не нужно сдаваться. Например, на разных соревнованиях нужно опускать руки, нужно делать до конца, и тогда все получится. Желаю всем нам, выпускникам, поступить туда, куда мы хотим, добиться наших меч и стать самыми лучшими в нашей жизни. Кеңесім. Ойларды ашып айтыңдар. Тұйық болмаңдар деген. Успешными, счастливыми. Жылдан кейін өзінің ойлаған ойына, ниетіне, мақсаттарына жетеді деп ойлаймын. Қазір өзі инженер-технолог боламын деп жүр, Құдай қаласа енді бал жинап, оқуға түсіп кетсе, өзінің ниетіне жетеді деп ойлаймын. Она ищет для меня ребенок. 10 жылдан кейін бір үлкен бір кәсіп иесі, бір жақсы маман иесі болып, оған дейін Құдай қаласа отбасылық болып, бір өзінің бала шағасын тәрбиелеген бір ақылды әке сияқты елестетемін. Уже оқыстан неге түсіп, университетке бітіріп, жұмысқа орналасып, семьясы болып. Но самое главное – это образование, это то, что нужно и необходимо, чтобы детки могли в будущем знать, что самое главное – это быть настоящим человеком. Дисциплина. Главное, она хорошо учится. Оправдывает наше доверие. Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Баламның мектептен үйренген үш қасиетінен біреуі өз сөзіні толық мағыналы етіп жеткізу, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген нәрселерді білім алды. Мен өзім түлектеріме тек қана денсаулық, тек қана алға қарай самғай берсін, тек қана жоғары белестерден көріне берсін менің сыныбым. Алға 11-ші сынып. Саламатсыздар ма, құрметті түлектер. Бүгін сіздердің өмірлеріңізде және 11 жыл бойы бойларыңызды білім нәрімен сусындырған ұстаздар үшін тарихи күн. Біздің мектеп сіздерді қашанда қарсы алып күтеді. Қашанда осы мектеп сіздердің алтын ұяларыңыз. Ұмытпаңыздар, биікке самғаңыздар, тек алға.
қоштасар сәтті